Қырғыз Республикасы мен Арменияның кедендік одаққа қосылу жөніндегі жол картасы әзірленді. Бұл туралы Мәскеу қаласында өткен Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің отырысында белгілі болды. Енді ол құжат ертең Ресей астанасында бас қосатын кедендік одақ елдері президенттерінің қарауына ұсынылады. Бүгін вице-премьерлер деңгейінде өткен кеңеске Қазақстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев төрағалық етті. Жалпы биыл еліміздің жетекшілігімен Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің отырыстарында 80-нен аса маңызды мәселелер талқыланды. Олардың барлығы да кедендік одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістіктің жұмысын жандандыруға қатысты. Бірыңғай экономикалық аймақтың құқықтық шарттық саласын кодификациялау мәселесі бойынша да үлкен шаруа бұл. Екінші мәселе келесі жылы берілген елбасылардың тапсырмасы, мемлекет басшыларының берген тапсырмалары бойынша біз мына Еуразиялық экономикалық одақ құрудың жалпы үлкен шартын жұмысын аяқтауымыз қажет. Міне осы бағытта үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр. Действует принцип. Әркім өз қазанының қайнағанын қалайды. Бұл қағида тарихтың әр кезеңінде дәлелденіп келеді. Сондықтан тіпті келісімдер жасала тұра, ана жерден бір, мына жерден бір келеңсіздіктер болып тұрады. Яғни кейбір техникалық регламенттерді пайдаланып, әріптес мемлекеттер өз қалауларын, өз өндірушілерінің мүдделерін қорғауға тырысып отырады. Ортақ қағидаға осындай мүдделердің салқыны тиіп жатады. Назарбаев мырза бұл мәселені дер кезінде бақылап, ескертті. Қанша дегенмен кедендік одақтың негізін қалаушы мемлекеттер ғой біздің үштік. Ол мемлекеттердің арасында қандай да бір түсініспестік болып жатады. Бірақ ондай мәселелер уақытында шешіліп жатыр. Дегенмен мүдделердің қиыспауы бар. Ол түсінікті де. Ең бастысы оларды реттеп ыңғайлау керек. Өйткені біреудің есебінен екінші мемлекет пайдаға шықпауы тиіс. Бұл ретте консенсус іздеп үнемі келісімге ұмтылу керек.